Даңқы менен берген уақыт өтеуін, бабам басқан тауларының етегін, шыңғырлауын тәңірден сый шуақ бел, дархан дала байтақ ата мекенім. Жаса, жайна туған жерім ендеше, жарқын өмір сүрген сен де елмеше. Шыңғырлауым туған жерім тұғырым, есіміңде естіледі өзгеше. Шыңғырлау өңірі, даласы шежіре, тауы тарих, қойнауы әлімсақтан жеткен ескерткіштер мен аңызға толы аяулы мекен. Түгін тартсаң майы шыққан, шөбі шүйгін өлкені, мұң тайпалары да, сақ салмат бабаларымыз да жайылып қоныс етіпті. Қойнауы шежіре аймақты, қазақ халқының арғы бергі барша тарихының куәсі десек болады. Желмаясын желдіріп, қазаққа жер үйек іздеген дала кемеңгері Асан Қайғы бабамыз, қылышын қиялай сермеп, аңыз бен тарихқа бірдей өзек болған Қоңыланды батыр. Ел қорғаған, жер қорғаған, батыр Бөкенбай Баһадүр өткен бұл өмірде. Қарағазан Сарбала үшін шейіт болған, кешегі қос берен Исатай Махамбеттің соңғы шайқасының сұрағы да осында. Бұл аймақ көп тарихқа куә. Ауданның Сегізсай аймағы әлемдік көне ескерткіштер каталогына енген, біздің дәуірімізге дейінгі 5-6 ғасырлардағы сақ сармат мәдениетінен сыр тартса, бұрын жыраудан жеткен қырық батыр жыры Асан бабамыздың Тұратбасы тауын мекен еткенін баяндайды. Ал батыс өңірінің тарихын зерттеуші Нұржан Төлепов ағамыз Исатай батырдың соңғы айқасы, Ақбұлақ шайқасының осы шыңғырлаудың Ақбұлақ өзенінің жағасында өткенін дәлелдейді. Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама оқиғасынан кейін қазақтар, соның ішінде кіші жүздің қазақтары Түркістан өлкесіне бері қарай, оңтүстіктен бері қарай жылжыды ғой. Сол кезде ең бірінші қазақтардың табан тиіп қайттан, жаңағы бірнеше ғасырдан кейін қайттан өзінің жаңа ата жұртын қалмақтардан босатқан жері. Сондықтан бұл Шыңғырлау өлкесі кіші жүздің хандары, Әбілқайыр ханның, оның ұрпақтарының жайлаған жері, ханның ордасы болған жер. Бұл енді бұны біз неден көреміз, тарих ескерткіштерден, әсіресе араб жазулы құлпытастар. Бұл 18 ғасырдың соңы, 19 ғасыр түгел сол араб жазулы құлпытасқа толы Шыңғырлау өлкесінің. Енді табиғи жағдайына байланысты таулы тасты жерлер көп болғаннан кейін, бұл жердің құлпытастарының бір ерекшелігі өте сәнді, әдемі, сапалы, сондай сақталуы да жақсы. Бірақ енді бір өкініштісі жүйелі зерттелген жоқ бүгінге дейін. Біз экспедициямен бір-екі рет қана барғанымыз есімде. Одан кейін мен өзім бір-екі рет жаңағы үстінен түсіп ескі форумдарды қарап шықтым. Бірақ түгелдей есепке алынып, жаңағы бастан аяқ оқылған емес. Енді мынандай азаматтардың күшімен мынандай жинақ шықты ғой кезінде. Бұл жерде де біраз оқылған құлпытастар бар. Сол мына көріп отырмыз. Тіленші батырдың ұрпақтарының құлпытастары бар. Енді бұл небір жүйелі түрде зерттеуге кіріссе, небір тарихи тұлғалардың құлпытасы шығу әбден мүмкін. Сондықтан енді бұл тек қана табиғаттың ескерткіштерімен, тарихи ескерткіштерде өте көп екенін айтқым келеді. Бұл енді шынымен де зерттелу керек, жүйелі зерттелу керек. Бұның алғы шарттары бар. Сіздерде мықты өлкетанушылар, тарихшылар бар. Тарихқа Шыңғырлау ауданы өте жақсы көңіл бөледі. Конференциялар өтеді, халықаралық деңгейде конференциялар өтіп жатады. Біз сондықтан бұл Шыңғырлаудың азаматтары өзінің тарихын, өзінің елінің, жерінің тарихын түгендейді деген сенімдеміз бұйырса. Енді сол
үлкен жұмыстарға біз өз күшімізді, өзіміздің көмегімізді тигізуге әзірміз. Чингирлауские район, это, по мнению археологов, это малоисследованный район. Но за то время, те памятники, которые мы исследовали, они дали богатейший материал. Но я хочу сказать еще о том, что в Чингирлау есть памятники от древности до средневековья. Да? Это и бронзового века, это раннего железного века, это средневековые памятники. Самый эталонный памятник на территории Чингирлауского района – это Лебедевка. Вы знаете, вот именно на территории Лебедевки можно открыть музей-заповедник. Из этих памятников, открытых памятников, это памятник, который получил мировую известность. К сожалению, артефакты, найденные на могильнике Лебедевка, они разбросаны практически по всему СНГ. Они в Москве, они в Алма-Ате, они в Национальном музее, здесь в Уральске. То есть хорошо бы было бы собрать весь этот комплекс в одном музее. Ну, в данном случае, можно сказать, в Чингирлауском музее. Вы знаете, сам по себе памятник Лебедевка, я говорила, что он мировую известность имеет, но еще и то, что там есть и памятники, знаете, интересные, такие уникальные памятники эпохи бронзы. Там есть уникальные памятники эпохи раннего железа и средневековья. По материалам, которые были найдены на Лебедевке, вы знаете, это контакты. Это контакты с Византией, Рим, Греция, да? Это контакты с Востоком. Такие вещи, которые, вот, как вот передвижение вещей, да? Можно говорить о таких мощных контактах, о торговых каких-то вот контактах наших кочевников с такими вот производственными центрами, да, с цивилизованными производственными центрами. Это один из памятников, о котором говорят археологи очень часто, и часто мы об этом говорим. Почему? Потому что этот памятник можно превратить в музей под открытым небом. Но помимо Лебедевки, памятник Ульгули. Ульгули дал интереснейшие... Если мы в эпоху бронзы, когда мы раскапываем памятники эпохи бронзы, мы находим сосуды с геометрическим орнаментом, то здесь были женские украшения эпохи бронзы. Это в виде заколок, да, красивых таких бус, украшений женских, которые вот можно назвать из ряда редких находок в нашей практике. Ульгули, но Ульгули не только ценен тем, что там были найдены памятники эпохи бронзы, памятник раннего железного века, звериный стиль с кошачьими хищниками, да, которые терзают травоядные животные. Это вот такие вот бляхи, выполненные в зверином стиле. Звериный стиль – это кодовое письмо раннего железного века, да, то есть при отсутствии письменности через звериный стиль, через вот эти вот изображения, они передавали информацию. И вот он тоже, вот это конское снаряжение, найденное, вот эти вот конское снаряжение, найденное на памятнике Ульгули, они тоже как бы считаются уникальными. Это, знаете, мастерство, это мастера, которые отливали предметы не в простых каких-то вот, да, вот в виде круга, треугольника и так далее. Они давали им образы волка, кошачьего хищника, травоядного животного. И при всем при этом эти предметы читались. Их можно объяснить, прочитать. И какую информацию они хотели до нас донести, мы можем сказать, смотря на вот эти вот предметы. В 2022 году мы раскапывали памятник Урысай. А здесь мы обнаружили погребение женщины, татуировщицы. Все предметы, это шкатулка резная, да, с черным лаком, покрытая черным лаком. Этот вот лак отправили на анализ, и он считается пока одним из древних образцов лака, покрытых на шкатулке. Это инструменты, это краски, это жертвенник с изображением ножек в виде оскаленных морд волка. И все эти художественные произведения были найдены на территории Чингирлауского района. Если коснуться элиты, то прекрасно знаете раскопки Багрикова и Сенниговой. Здесь был обнаружен золотой человек с одеждой, расшитой золотыми бляшками. Они разные, они были разные, но очень скомпонованные в этом костюме. Да?
Это огромное количество посуды римского происхождения, греческого, да, из бронзы, из латуни, деревянная посуда. И этот памятник, вот, я считаю, в перспективе надо обязательно реконструировать, потому что информативный памятник – это мало сказано. Этот памятник, который несет мощный пласт вот этого вот стратума, исторического стратума эпохи раннего Железного века. У Рысая были найдены погребения воинов с полным набором колчана, с полным набором вооружения, да, женские захоронения, с полным набором украшений, жреческих предметов и прочих вещей. Это бассейн реки Илек. А бассейн реки Илек мы знаем по памятникам Иликшар, дальше Филипповка, да, Пятимары. Это вот Бесуба, которую раскапывал знаменитый казахстанский археолог Мир Касымович Кадырбаев. И я считаю, что Чингирлаускый район очень богат историей, древней историей, которая уходит далеко-далеко-далеко в прошлое, в эпоху бронзы. 3000 лет назад здесь жили племена, они оставили свои памятники и до современности. Вот тот же Урыса, если взять, то мы видим там преемственность, да? Преемственность. Эпоха бронзы, ранний Железный век, Средневековье, могилы 19, 18, 19 века и современные могилы. То есть этот курганный комплекс, он не прерывался. Там постоянно была вот цивилизация, там постоянно шла преемственность, и там очень много легенд по поводу вот Урысая-2. Человек, заходя в Чингирлаускый музей, он должен видеть эту историю, эту древность и эти контакты, которые оставили нам как память о прошлом те племена, которые расселялись на территории Чингирлауского района. Район перспективный, очень перспективный в историческом, в археологическом аспекте. Очень важно его исследовать дальше, открыть новые памятники, которые еще заявят о том, о богатейшей истории Чингирлауского района. Енді Шыңғырлау өңірі табиғаты айрықша өлке өңір. Сегізтай өңірі кезінде батырлар жырындағы Қобыланды батырдың өткен жерлері. Таулар сол жердегі. Сегізтайда жаңағы кімнің Алшағыр ханның шаһары болды деп айтады. Енді менің Абадан кітабымда, романымда Шыңғырлаудың Аққұм, құмы, Торат басы, сол маңайдағы таулар, хан жатыр, Қыземшек, өзге де таулары енеді, Борсылемді, даласы, он жердегі бұлақтар, өзен көлдер, өсімдіктері, тағы елді мекендердің атаулары біраз енді. Бұлай қапелімде ауызекі сөз есеңе түсе бермейді. Бірақ соны біразын қамтыдым. Журналистік сапарда сол жерлерден өттік қой. Бәрі көз алдымда. Соның бәрі қағазға қалам болып, бояу болып тербеледі, сөз болып түседі. Осындай жерлерін қамтыдық. Бұны енді аңыз әңгімесін көне көздерден сұрап айта берсе, әлде шыға береді деп ойлаймын. Осы мен шығармашылығымда Шыңғырлаудың біраз жерлерін өзіме алдым. Әлде жазам ғой деп ойлаймын оралған кезде. Ерліктің оты сөнбеген, батырлар рухы өлмеген, өңірдің кейінгі буыны да бұл пікірді сан мәрте дәлелдегеніне тарих куә.
Откуда берет начало наш Чингирлауские район? Первое упоминание в архивных документах встречается за 1897 год. В состав Уральской губернии входили Чиликская и Чингирлауская волости. Это 17 аулов, и население проживало 18,5 тысяч человек. В 900-е годы потянули переселенцы с Украины, Полтавской губернии. В 1928 году в результате административно-территориальных изменений был образован на базе Чиликской и Лубинской властей Чиликский район. И 23 июня 1928 года постановлением ЦИК Казахской ССР Чиликский район был переименован в Чингирлаусский. В 1929 году был образован Чингирлаусский сельский совет. В 1911 году население нашего района составляло 27,5 тысяч человек. К 1934 году осталось 13. Причиной уменьшения численности населения послужила гражданская война, массовый голод, насильственная коллективизация. К 1949 году в районе насчитывалось 44 аулсовета. Эхо Великой Отечественной войны докатилось до нашего района. Более 3,5 тысяч человек ушло на фронт, и вернулось только 887. Наш район гордится нашими земляками, героями Советского Союза. Это Андрей Тихоненко, Георгий Шевцов, Сундинкалей Искалиев и кавалер орденов славы 3 степеней Бесенгалий Мухамбетов, который вернулся с фронта и 12 лет возглавлял колхоз Ахчи Карагарского сельского совета. Наш район ковал победу не только на фронте, но и в тылу. Сотни эвакуированных принял Чингирлаусский район к себе, накормил, обогрел. Началось восстановление разрушенного хозяйства, началось освоение целины. Наша земля гордится тружениками сельского хозяйства, людьми, которые завоевали трудовую доблесть и честь нашему району. Это герои социалистического труда. Куантаев Мулдагалий, председатель колхоза «Красный партизан» Лубинского сельского совета. Это Наталья Семеновна Беленькая, бригадир овощеводческой бригады Чингирлауского хлебоприемного предприятия. Это Валентин Сергеевич Василянский, бригадир тракторной бригады Чингирлаусской МТС. И позже Манат Бахитович Ержанов, бригадир тракторной бригады Ащесайского совхоза. Это знатный чабан, лауреат Государственной премии Казахской ССР Тлеугалей Нургалиев, чабан совхоза Ащесайский. Это Айбулат Татиков, скотник совхоза Алмазный, заслуженный работник сельского хозяйства, кавалер орденов трудовой славы 3 степеней. За долгие годы существования район претерпел некоторые изменения. К 1961 году в районе было образовано уже 8 совхозов, и позже было образовано Жанакушское спецхозобъединение по откорму крупного рогатого скота. В 1963 году район был объединен с Бурлинским. И с февраля 1965 года Чингирлаусский район существует как самостоятельная административная единица Западно-Казахстанской области. 1978 год знаменателен небывалым урожаем. Сдано государству было 15 миллионов пудов хлеба. 80-е и 90-е годы – это строительство жилья. Более 10 тысяч квадратных метров ежегодно сдавалось жилья. 2000-е годы, 2006 год – в район пришел газ, питьевая вода. Ведется строительство жилья и социально-культурных объектов. За 95-летнюю историю Чингирлаусский район, старейший Чингирлаусский район, заслужил трудовую славу
и считается одним из лучших в Западно-Казахстанской области. Тәуелсіздік жылдары көркейткен Шыңғырлау ауданының халық саны бүгінде 13 мың адамды құрайды. Аудан бойынша 8 ауылдық округ әкімшілік бірліктері бар. 48 мал қыстақтары жұмыс жасап тұр. Мал басы да өсу үстінде. Қазіргі уақытта аудан көлемінде ірі қара 56.676 бас, жылқы 11.169 бас, құс 54.050 басты құрайды. Асыл тұқымды мал өсірумен 30 шаруашылық айналысуда. Аудан бойынша 559 ауыл шаруашылық тауар өндірушілер тіркелген. Сондай-ақ 1093 шағын бизнес субъектілері заңды тіркеуде. Олардың 83-і заңды тұлға, 451-і жеке тұлғалар. Егіс алқабы 38.529 гектар. Оның 5.307 гектары дәнді дақылдар. 4.493 гектары майлы дақылдар. 3.833 гектары бір және көп жылдық шөп дақылдары. 100 гектар картоп, көкөніс, бақша дақылдарын құрайды. Биылғы көктемде барлығы 13.833 гектар егіс алқабы себілді. Ағымдағы жылдың тамыз айына жалпы инвестиция көлемі 2.542 миллион теңгені құрады. Бүгінгі таңда Шыңғырлау Ақшат Сегізтай бағытында күре жолды күрделі жөндеу жұмыстары жүруде. Аудан орталығы Шыңғырлау ауылының 19 көшесіне толықтай тегістеу, қайта құру жұмыстары жүргізіліп, асфальт төселініп жатыр. Құрметті жерлестер, Шыңғырлау ауданы облысымыздың шекаралас аумағында орналасқан, халқының көңілі кең, табиғат әсем, өте тамаша бүгінгі күнде аудан. Баршаңызға белгілі, ауданымыз дейтін өзінің негізгі бағыттары бар. Мал шаруашылығы, егіншілік, өнеркәсіп, даму бағыттары бүгінгі күнде жақсы деңгейде көрсеткіштерге ие болып отырмыз. Егер де биыл жыл айтатын болсақ, жол құрылыстары, ішкі жол, Шыңғырлау Ақшат Сегізтай күре жолдары ішінара жөнделіп, аяқталу жоспарланды. Ендігі барша жерлестерімді осы 95 жылдық бір ғасырға жуық мерейтоймен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, бақ береке, толағай табыс тілеймін. Мерекеміз құтты болсын. Еңбекті ту өткен елдің ертеңі жарқын. Жайлауын түлік жан-жағын ел толтырған Шыңғырлау өңірде аудан болып қалыптасқан 95 жылдық мерейлі тойын тойлап жатыр. Елегімен ерекше, торатпасымен тамаша, аққұмымен аңыз Сегізтаймен сырлы өлкеге айналған елдің еңсесі биік. Ажырамай керуен ғасыр жыл көштен, тағдыр жолын ел жұртымен бір кешкен. Шырайланып тұр туған жер төсінде, Шыңғырлауым заманымен үндескен. Қырларың қып, әрбір сайын бұлақшын, өзіңді айтам, өзгелер де ұнатсын. Ел жұртыңа ырыстынған тұрақсың, Шыңғырлауым жайлы мекен жұмақсың. Еңбек билеп, жайлауыңмен қараңды, егемен ел еркіндікке жүгінді. Ұрпақ аман, ұлың өсті ұғымды, қызғалдақтай қызың өсті бұрымды. Шаттығыңды еселей бер, Шыңғырлау, мерей тойың құтты болсын бүгінгі.